Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Кезекті жасанды интеллектімен танысатын боламыз. Әдеттегідей жасанды интеллектіге сілтеме видеоның астында бекітілген комментарийда болады. Жасанды интеллект Rocket AI деп аталынады. Өздеріңізге белгілі, қазір қазақстандық бірнеше жасанды интеллект түрлері шығып жатыр. Мұғалім AI, ұстаз тілегі AI, мектеп AI деген сияқты платформалар бар. Бірақ өкініштісі, ол платформалардың барлығы да ақылы. Бізге осы ақылы платформаның өзін отандық өнімді қолдаңыздар деген желімен тықпыштап жатыр қазіргі кезде. Бірақ менің айтарым, егер шын отандық өнім, шын оқытушыларды қолдаған болатын болса, өздерінің өнімдерін тегін шығарушы еді. Ал қазіргі бұл өнімдер тек қана белгілі бір адамдардың ақша табуының көзіне айналып отыр, өкінішке орай. Барлығы да ақылы. Оларға қарағанда өзге тегін құралдар бар, сапасы жағынан еш кем түспейді. Олардан артық болмаса, осы құралдарды неге тегін пайдаланбасқа? Отандық өнім деп біз өзіміздің қалтамыздан ақша шығарып, әр қымызына 1000 теңгеден артық бағаға сатып алып отырғанша, неге оны тегін жасамасқа? Міне сондай сайттардың біреуі Rocket AI болып табылады. Бұнда 15 тегін генерация жасау мүмкіндігі беріледі. Одан кейін жаңадан Google аккаунт ашып, қайтадан шексіз осылай жасай беруге болады, тегін істеуге болады. Енді сайттың өзіне келіп қарайтын болсақ, мұнда сол жақ бөлігінде құралдар, AI көмекші, интерактивті ресурстар деген бөліктер бар. Интерактивті ресурстар бөлігінде мұнда жаңағы 3D модельдер әртүрлі пәндер бойынша келтірілген, ресурстар бөлігінде жаңағы қымызы, тапсырма, презентациялар, өзге адамдардың жасағандары көрсетілген, және өзіміздің жасаған ресурстарымыз осы жерде сақтанып тұрады. Мысалы, Алтын Орда, Ақ Орда деген сияқты ресурстар. Құралдар деген бөлікте өзі 3 бөліктен тұрады: сабақ құралдары, тәрбие құралдары, әкімшілік құралдар деген. Сабақ құралдары: ойын генераторы, қымызы генераторы, слайд генераторы, тест генераторы, жұмыс парағы, жиынтық бағалау деп бөлінеді. Әрқайсысы барлығы да жасанды интеллект арқылы жасалынады. Тәрбие құралдары деген ата-аналармен қарым-қатынас жасауға арналған көмекші, сынып сағатының қымыршысын жасау, іс-шара жоспарларын жасау, кәсіптік бағдарлау, оқушының сипаттамалары деп аталынады. Әкімшілік құралдар: мұғалім жалақысының калькуляторы, басшыларға арналған Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тест, оқыту әдістемесі, әдістемелік нұсқау хатымен көмек, сөз дайындау көмекшісі және пәндік тесттер мұғалімдердің білімін бағалауға арналған деген бөліктерден тұрады. Әр бөлікті өздеріңіз қарап көріп алуларыңызға болады. Мысалы, жұмыс парағы бөлігін алып қарайтын болсақ, мұнда пәнді жазамыз, сыныпты жазамыз, тақырыбын жазамыз, мақсатын жазамыз да, максималды қандай балл қоятынымызды бұнда 10 балға дейін рұқсат етеді, мектептегі сияқты. Одан кейін жіберу батырмасын бассаңыз, бұнда сізге жұмыс парағын генерациялап береді. Дәл осындай қымызы генераторы бар. Қымызы генераторында да пән таңдаймыз. Мысалы, тарих пәнін таңдайтын болсақ, сабақтың тақырыбын енгіземіз. Мысалға, ежелгі Африка деп алайық. Сынып, 10 сынып. Сабақтың мақсатына ежелгі Африка. Ежелгі Африканың алғашқы мемлекеттерімен танысу деп жаза салайық. Енді оның ішінде жаңағы бушмендер бар. Бушмендерден бастап жаңағы Гана, Сонгай сияқты мемлекеттерге дейінгі мемлекеттердің барлығымен таныстыру. Міне көмекші, AI көмекші генерация жасауды бастап кетті. Мына жерде генерация саны сізге көрсетіп тұрады. 12 генерация қалды дейді. Міне 5 генерацияны пайдаландық деп, әрбір генерация жасаған сайын сізге көрсетіп отырады. Барлық генерация біткеннен кейін сіз жаңа Google аккаунт ашып, сол Google аккаунтпен қайтадан кіріп генерация жасай беруіңізге болады.
Мұның жаңа ChatGPT, Gemini сияқты сайттардан айырмашылығы, оларда сізге таблица түрінде жасап бермейді. Мысалы Gemini мен ChatGPT-де жұмыс парақтарын да жасайды, жаңа қымызжыларды да жасайды, бірақ оның жаңағы өзіңіздің үлгіңізге орай көшіріп алып отыру керек оның әрбір бөліктерін. Ал мұнда тура жаңағы бекітілген бұйрыққа сәйкес міне сабақтың тақырыбы, ежелгі Африка бөлімі, оқу бағдарламасы, оқыту мақсаттары, сабақ мақсаты, құндылықтар, міне сабақтың жаңа қызығушылықты ояту кезеңі, тақырыпты таныстыру кезеңі, тақырыпты тереңдету кезеңі, ойын кезеңі, сыныпішілік тапсырма деген сияқты бөліктері. Міне енді осыны жүктеп алуыңызға болады. Компьютерімізге осылайша жүктеп аламыз. Сізде дайын қымызы болады. Осы және өзге де сайттарды пайдаланып, жаңағы менің каналымда тек қана тегін жұмыс істеуге болатын жасанды интеллект түрлерімен оқыту платформасы туралы айтылады. Сондықтан каналға тіркеліп, жаңалықтармен танысып отыру үшін қоңыраушаны басып, лайк басып, өздеріңізді қызықтыратын сұрақтар болса комментарий жазып қалдыруларыңыз сұралады.